міне қараңыздар, мен бастайын деп жатырмын. Так, міне 2 литр майға. 1 литр говяжий, 800 грамм подсолнечный, 200 грамм оливковое масло. И эфирное масло мята, жаңа коробкасын көрсеттім міне. 100% натуральное эфирное масло, лимон. Кетті кірсейіне, все. Мен говяжий жирымды ертіп алдым. Говяжий жир твердый ғой өйткені. Теперь через сито қазір мына жерде менде подсолнечный и оливковое масло. Говяжий жирді мен ерттім. Твердый ғой өйткені. Енді через сито мен құйып аламын. Общий масло вес 2 килограмм, 2 литр. Так, через сито өткіздім. Так, енді осыған мен щелочымды қосамын. Так, щелочь. Так, бісміллә. Щелочь тоже пропускаем через сито. Потому что там мелкие частички өтіп кетпеу керек. Сабынның ішінде қап қойса, ертілмеген. Кожа ожог болады. Сол үшін аккуратно жасау керек. Все по рецепту жасау керек, строго. Так, екеуінің температурасы бірдей болу керек. Так, мен щелочым кішкене ыстықтау екен, кішкене суытып алайын. Масло у меня вроде нормальное, где-то 50-40 градусов. А щелочь где-то 70 болып тұройдым. Соны мен кішкене суытуым керек. Давайте пока на паузу поставлю, сосын крем. Давайте дальше, поехали. Қазір мен щелочым кішкене ыстықтау болып тұр, мен мұздай суға сап қойдым. Суытуым керек, мына масло мен щелочның температурасы бір болу керек. Вот смотрите, на 2 литра масла. Так, чтобы вам видно было. Видно, да? Давайте қазір. Строго перчатка киіңіздер, очки киіңіздер. Рукав должен быть длинным, рукава киімдеріңіз. Потому что все-таки щелочпен жұмыс жасаймыз. Ожог алмау үшін, потом маска кию керек обязательно. Просто мен маска киген жоқ, у меня проветриваемость жақсы болып тұр. Мен летний кухнядамын, есік бәрі менде ашық тұр. Сол үшін мен без маска жұмыс істеп жатырмын, но обязательно маска кию керек, перчатка кию керек обязательно. Очки, мера безопасности обязательно болу керек. Онсыз болмайды, строго по немен жасау керек. По регламенту дейма или по рецепту жасау керек. Масла все должны быть качественные. Таза май болу керек. Эфирное масло натуральное болу керек. Бетіне мына әзірлеп украшать ететін цветогым тоже менің натуральный, кәдімгі өсіп тұрған гүл, соны кептіріп алдым жапырағын. Сосын соны бетіп ұнтақтап алдым блендермен. Оның бетіне қазір мені қалыпқа құйғаннан кейін бетіне әдемілеп әзірлеймін. Қазір шамал күтіңіздер, тағы да бір паузаға қоя тұрайын, қазір. Қараңыздар, мен мына щелочты суытып келдім. Мұздай суға шелекке су құйып, водяной баня құсатып ше, водяной баня деп айтпайды жаңа. Су ыдыстарыңызға құйып, соған мына банканы аккуратно салып, мен суытып алдым. Щелочым өткен ыстықтау болып тұр екен. Екеуінің температурасы бірге болу керек, бірдей болу керек. Қазір міне температурасын тағы көреміз. Так, кішкене ыстықтау енді. Әлде де самал күту керек. Бүгін Алматы кішкене күн салқын болып тұр. Бүгін 16 сәуір. Сағат неше болды қазір? 12 болып қалдым. Түскі 12 болдым. Жұмысқа кетуім керек, тез осыны жасап, жұмысқа кетем. Так, все болып қалды. Так, енді бұны да щелочты да через сито өткіземіз. Өйткені мелкие частички өтіп кетпеу керек. Сабын ішінде ертілмеген щелоч қап қойса, ожог аласыздар. Сол үшін бәрі полностью ертілу керек. Енді майға мен щелочты осылай қосам. Все. Теперь лопаткой бәрін араластырамыз. Бісміллә.
Мына жерде менде 2 литр масло. Щелочь 660 грамм щелочь бар. Так. Енді осыны через қазір блендермен кішкене айналдырып аламыз. Екеуін қостық, все, енді ешқандай қауіп жоқ. Можете там очки, перчатки снимать, но перчатку, конечно, не стоит еще рано снимать, потому что это еще не готовое мыло, әлі бұл дайын сабын емес. Сол үшін лажы болса, перчатканы шешпеген дұрыс. Очкиді де шешпеңіздер. Бүйтіп блендермен неаккуратно істеп қалып шашырап кетіп, көздеріңізге тиіп кетсе, өйткені бұл әлі дайын сабын емес. Сол үшін мера безопасность полный қалыпқа құйып біткенше лучше бүкіл очкиңізді, маскаңызды, перчаткаңызды киіп тұрыңыздар. Енді мен блендермен айналдырамын. Так, менде үлкен емкіш жоқ, осындай менде специальный ведро, мынандай аузымен, шүкір аузымен осындай менде ведром бар, специальный для мыла. Бәрін дайын болып қалған кезде осыған құйып аламын да, и қалыптарға құйып шығам, чтобы мне удобнее было құюға. Ұшы болу керек осындай. Қазір. Енді мен блендермен араластырамын. Шумный болады, но придется потерпеть. Блендерларыңыз полный прям бәрі қосылып тұру керек, мера безопасности. Ал енді бисмилля. Блендермен пропускаем. За счет оливкового масла мыло кішкене темный цвет берет. Зеленоватый, горчичный ма, сондай цвет берет. Оливковый цвет бар ғой, вот сондай цвет берет. Көрдіңіз бе? 200 грамм шамалы қосқан өзінде уже менің сабыным аппақ болып шықпайды. За счет оливкового масла она чуть зеленоватый оливковый цвет берет. Оливковое масло очень полезное масло ғой. Сол үшін қостым мен. Чисто оливковое масло жасасаңыздар вообще керемет болады сабын. Но оно дорогое масло, знаете. Собственно, айтасыздар, ой, почему у тебя мыло дорогое? Зато это все качественная продукция, 100% натуральная. Необычные там с магазина у меня это мыло. Натуральное 100% с нуля. Чистые продукты, экопродукты жасап жатырмын. Әр кусогын, мысалы, тиктокта қараңыз, 1000 сатып жатыр. А мен үлкен кусоктарын 1000-нан сатам, кішкентай кусоктарын 500-ден сатам. Кішкентайдың өзі где-то 100 грамм, 120 грамм болады. Үлкендері енді менде 160-170 грамм шығады. 150 граммға дейін шығады. Сол 1000 теңгеден. Ал Құдай қаласа, маған сәттілік әдем болып шықса, сабыным Құдай қаласа, клиентке барғанда маған рахметін айтса болды. Өйткені мен от души таза істеп жатырмын, пайдалы қылып жасап жатырмын, лечебный қылып жасап жатырмын. Лечебный сабын бұл. Денеге де пайдалы. Сол үшін сабынды алып көріңіздер, қолданып көріңіздер. Пауза қояйын. Қараңыздар енді. Көрсетейін, қалай жасап жатқан сабын.
паузаға қоямын. Енді мен бәрі дайын болғанда тағы бір кіремін. Жақсы.